Қайырлы күн достар, бүгін арнамда сіздермен өте дәмді әрі ерекше әдемі қытырлап шығатын хворсттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық қажетті қоспалардың барлығын описание бөлімінен оқи аласыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа, сүт, тұз, сары майымызды салып араластырып аламыз. Ұнды аз-аздан қосып, жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Дайындап алған қамырды салафанға салып 15 минуттай көлемде тындырып қоямыз. Содан соң жақсылап қолымызбен қаттырақ етіп басып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырды жұқалап жайып алған соң бірнеше бөліктерге бөлеміз. Алдымен осылай ұзынша етіп бөлген соң тік төртбұрышты етіп бөліп аламыз. Дәл осы видеодағыдай қайталап отырсаңыздар, міндетті түрде сізде де шығады. Осылай айналасынан кесіп шығамыз. Барлығын даярлап алған соң, осы қамырдың 3 бөлігін ортасына су жағып жабыстырып аламыз. Міне барлық бөлігін дәл солай дайындап алдым. Және алдын ала сұйық майды отта қыздырып алдым. Жаңағы қамырды шпажканың көмегімен ала отырып, осылай майда қуырып аламыз. Қызарған соң екінші бетін дәл солай пісіріп аламыз. Міне осылай өте әдемі гүл тәріздес болып шығады. Барлық бөлігін дәл солай пісіріп аламыз, қызартып. Міне барлығы дайын болды. Хворст осылай даярланады. Және де үстіне қалауыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Егерде рецептім ұнаса, лайк басып, комментария жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.